Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін TikTok желісінде хит болған пастаны дайындаймыз. Ол үшін бізге бір дана қызанақ және бір дана перец қажет болады. Және фетакса, зәйтүн майы, тұз және дәмдеуіштер қалауыңызша. Содан кейін өзіңіздің қалауыңызша макарон өнімдері. Ең алдымен барлығын үлкен бөліктерге бөліп турап аламыз. Осылай барлығын бір формаға салып алдым. Енді дәміне қарай тұздап және дәмдеуіштерді қосып, зәйтүн майын үстіне осылай құйып шығу керек болады. Содан кейін қызып тұрған пеште 180 градусқа 20-25 минут шамасына пісіріп аламыз. Келесі дайын болған соң барлығын блендерде езіп алу керек болады. Келесі қайнап тұрған тұзды суға макарон өнімдерін пісіріп аламыз. Міне дайын тұрған массаға макарондарымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің паста дайын болды. Дайындап көріңіздер, өте оңай дайындалатын пастаның түрі. Менің каналыма тіркеліп, пікіріңізді қалдыруға ұмытпаңыз.